Сәлем достар. Бүгін мен керемет ас дайындадым, шавел қосылған. Енді бұл асты дайындау үшін бірінші пиязымызды, жаңа картошкамызды, сәбізімізді ұсақтап, турап дайындап аламыз. Мен бұл асты дайындау үшін жаңағы копченый тауықты алдым. Енді сіздер етпен жасауларыңызға болады, сиырдың, қойдың етін қуырып. Менгі копченый тауығым дайын, сондықтан мен бірінші қазанға міне пиязымызды, кейбір жерлерде сарымсақ дейді, біздің жақта пияз дейді, қуырып жатырмын, және жаңағы чеснок салдым. Енді пиязымызды қуырып алғаннан кейін 1-2 минуттай сәбізімізді салып қуырамыз. Содан кейін картошкамызды салып қуырамыз. Енді қуырғанда кішкене 1-2 минуттай араластырып қазанда ұстаймыз. Енді міне жаңағы бұрыш, қара бұрыш, тұз, неше түрлі дәмдеуіштеріңізді салып, өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай дәмін кіргізуге болады. Міне менің жаңағы копченый тауығымыздың бір аяғы. Қазір турап бірге қуырам. Енді бұл копченый тауықтың бір жақсы жері, мына сорпамыздың дәмін өте жақсы кіргізеді. Әсіресе шавелмен қосылған кезде, жалпы солянка жасаған кезде де мен осы копченый тауықты қосам. Енді қазанға жаңа қайнап тұрған суымды құйып жатырмын. Суды құйып алғаннан кейін жаңа тұзын тағы көресіздер. Енді картошкамыз піскенше біз қазанда қайнатамыз. Шавелімізді бәрі піскеннен кейін барып шавелімізді саламыз. Менің картошкам бәрі пісті. Енді шавелді салып жатырмын. Шавелді тек қана бір бұрқ еткізіп қана көп қайнатпаймыз. Бір бұрқ еткіземіз да, сонымен газымызды өшіреміз. Мен қазір қайнатып алғаннан кейін 2 жұмыртқаның сарысын емес, 2 жұмыртқаны езіп алдым. Қазір сорпамызға қосам. Міне керемет дәмді сондай шавел қосылған тамағымыз дайын болды. Сіздер де жасаңыздар, менің каналыма жазылыңыздар.